Зейнеп Мегдиді ақтап алып шығады. Оның кінәсіз екені дәлелденеді. Барлығы да қайтадан түрмеге барып Мегдиді шығарып алу үшін барады. Мегди түрмеден шығады. Барлығы бір-бірімен қауышады, құшақтасып, сол жерде өздерінің ыстық лебіздерін бір-біріне айта бастайды. Ал сол кезде Нох мына қара машинадағы жігіттер мен адамдар кімдер деп сұрайды. Ал Мегди болса, біз теңіз жағалауына барып шай ішейік, сол жерде барлығын айтамын дейді. Әлгі Мито деген жігіт Мегдиге қайда барамыз дейді. Ал Мегди болса теңіз жағалауына дейді. Барлығын көлікке отырғызып, теңіз жағалауына қарай жол тартады. Теңіз жағалауына келгеннен кейін барлығы да машинадан түсе бастайды. Ал Мито болса Мегдиге қандай да бір көмек керек болатын болса, біз осы жердеміз дейді. Мегди жарайды дейді. Мегди теңіз жағасына барып, көзін жұмып терең бір тыныс алады. Төрт қабырғаның ішінде отырып осы теңіздің иісі мен шағалалардың үнін есту маған арман болды деп Джамилге қарайды. Барлығы да Мегдиге қарап, ана кісілердің кім екенін білгісі келеді. Ал Мегди болса алдымен шай алдыртайық, сосын барлығын айтып түсіндірем дейді. Бір кезде шынаяқпен шай әкеледі. Шайын ішіп отырып, Мегди осы шынаяқпен шай ішкенді қалай сағындым десеңші деп еске алады. Сонымен ақырындап Джамиле бұл адамдардың кім екенін сұрай бастайды. Мегди болса, бұл әкемнің бұрынғы дос екен. Оның есімі Шыңғыс дейді. Ол екеуміз бір камерада отырдық. Бұл соның адамдары. Мен соның бизнесін алға қарай жүргізу үшін ұсынысын қабылдап алдым дейді. Және де мен барлығын білем, магазиннің жоқтығын, үйдің де жоқтығын, мені құтқару үшін Нохтың соңғы машинасын сатқанын, барлығын білемін дейді. Мегди отбасына қарап, бізде енді ақша да, үйде жұмыс та барлығы да болады. Нох, сен жұмыс істемесең де болады дейді. Нох таңырқап қалады. Айтпақшы, сен қандай жұмыс жасайсың, Нох деп Мегди сұрайды. Нох не айтарын білмей Джамилеге қарайды. Джамиле болса жүргізуші болып жұмыс жасайды дейді. Онда жүргізуші болып жұмысыңды тастап, менімен бірге осы бизнесті ары қарай дамытайық деп үндеу тастайды. Нох не айтарын білмей қалады. Бір кезде Мегди өзінің отбасына Зейнепке барып үйіне кіріп шығайық. Мен оның отбасынан кешірім сұрауым керек және Зейнепке рахметімді айтып шығайын дейді. Сонымен барлығы тұрып Зейнептің үйіне қарай жол тартады. Сонымен Мегди Зейнептің үйіне келеді. Терезеден қарап тұрған Нәрмен ханым Мегдиді көріп, Зейнепке ашуланып, бұның бір ісінде шикілік бар. Бұны біз бекер түрмеден шығарып алдық дейді. Зейнептің отбасы абыр-сабыр болып бір-біріне қарап тұрып қалады. Бір кезде көліктен Мегди түседі, есік қағылады, Мегди ішке кіреді. Оның соңынан барлығы, яғни Мегдидің отбасы кіріп келеді. Мегди үйге кірісімен қолына қызын, яғни Мижганды алады. Оны құшақтап бір иіскеп алады. Нәрмен ханым болса ашуланып оған қарап тұрады. Сосын Мегди қызын Бинальға береді және Зейнептің отбасынан кешірім сұрайды. Бұдан әрі Зейнепті мазаламайтынын айтады. Ол бұдан әрі қарай қызымен және өзінің әйелі Бинальмен бақытты ғұмыр кешетінін айтып түсіндіреді. Ал Биналь бұл сөзге қатты қуанып қалады. Ал Нәрмен ханым болса Мегдидің бірде-бір сөзіне сенгісі келмейді және теріс қарап отырады. Бір кезде Сақинаны, сен мені кешір, қолынан сүйін дегенде Сақина қолын бермей қояды, яғни оған өкпелегенін түсіндірмек болады. Бір кезде Мегди барлығынан кешірім сұрап сыртқа шығады, артынан Зейнеп те шығады. Сыртқа шығып екеуі әңгімелеседі. Зейнеп әлгі адамдарға қарап, яғни Эрджанның құрбысына менің ақша бермегенімді білесің. Мына адамдарды көріп бір шикіліктің бар екен сезіп тұрмын деген сияқты сөздерді айтады. Ал Мегди болса жоқ, бұл менің әкемнің бұрынғы досы Шыңғыс. Екеуміз камералас бір жерде отырғанбыз. Сол маған көмектесті деп жауап береді. Бірақ Зейнеп болса абайла деген сияқты өзінің сөздерін жеткізеді. Мегди Зейнептен кешірім сұрап, бұдан әрі қарай сені мазаламаймын деп өзінің уәдесін беріп, ары қарай отбасымен бірге жаңа үйіне қарай жол тартады. Зейнеп қоштасып қала береді. Сонымен байлыққа кенеліп түрмеден шыққан Мегди кәдімгі хан сарайында үйге келеді. Машинадан түскен Мегдидің отбасының барлығының аузы ашылып қалады. Және Мегдиге қарап, Мегди бұл жай ғана үй емес, хан сарайында үй екен ғой деп Джамиле өзінің ойын айтады. Сонымен хан сарайында үйге қош келдіңдер деп Мегди өзінің үйіне қарай кіргізеді. Яғни бұл Шыңғыс әкейдің үйі болатын.
Барлығы да үйдің ішіне кіреді, ал Диляра болса үйдің ішін аралап, қандай керемет үй әке деп әкесін құшақтай жөнеледі. Ал Мехди болса, Диляра, өзіңе ұнаған керемет бір бөлмені таңдап ал, жоғарғы шықта қалаған бөлмеңді ал дейді. Және басқаларына да айтады, өздеріңе ұнаған бөлмелеріңді көріп шығып сол жерге орналасыңдар дейді. Ал Мито болса, сіздердің заттарыңыз барлығын төбеге апарып қойғанбыз дейді. Беналь да қызын алып өз бөлмесіне келеді. Бір кезде Джамиля келіп Беналға, сендер Мехди екеуің ыңғайсыз жерде үйлендіңдер, яғни түрмеде. Енді Мехди екеуің оңаша қалып, Мехдиді бақытты қыларсың деген сияқты жылы сөздерін айтып бөлмеден шығып кетеді. Бір кезде Мехди келеді, қызын қолына алып бір иіскейді. Сол кезде Беналь жуынатын бөлмеге барып, әтір сеуіп, көйлегін алдын кішкене ашып, сыртқа шығады. Ал ол мезетте Мехди қызын құшақтап ұйықтап қалған болатын. Ал қызы ояу. Қасына барған Беналь мұқият қарап, Мехдидің басынан сипап, үстіне көрпесін жауып қояды. Астында Нох терезеге қарап, әлгі адамдарды көріп ойлануда. Мехди түрмеде жатып қандай іспен айланысты деп сұрақтар Нохты мазалап тұрды. Ал бір кезде қасына Джамиля келді. Джамиля, енді біздің басымызда баспанамыз бар. Барлығымыз, яғни 4 көзіміз түгел деп өзінің әңгімесін айта бастайды. Бір кезде Нох, Джамиле, басымызда баспана болғанымызбен мына адамдар кімдер? Біздің үйімізді қоршап тұрғанда, яғни біз түрмеде секілді өзімізді сезінеміз. Мехди түрмеде жат, немен айналысты? Бұл адамдар кім деген сұрақтар мені қатты мазалап тұр. Біз түрмеде отырған сияқтымыз, яғни бізді тұтқын ретінде ұстап тұрған секілді маған көрінеді деп Джамилеге өз ойын айтады. Ал Джамиле болса, бұл әңгімені ары қарай қозғағысы келмейді. Зейнеп Барышпен бірге кешкі ас ішуге барады. Барышқа Зейнеп өзінің қалай жеңілдеп қалғанын айтады, яғни Мехдидің түрмеден босап шыққаны қандай жақсы болды дейді. Бірақ Барыш саған Мехди қайтадан келіп тиісіп жүрмесін, мүмкін саған оққағар жалдарымыз дейді. Зейнеп болса, ондайдың ешқандай қажеті жоқ. Мехди енді өзгерді деп, екеуі керемет кешкі асты ары қарай жалғастырады. Мехди де өзінің отбасымен кешкі ас ішуге барады. Яғни Мехди сақал мұртын алып, шашын қайырып, керемет жігіт боп шығады. Барлығы бірге отбасымен бірге керемет ресторанда кешкі ас ішеді. Барлығы бір-біріне қарап таңғалуда. Бір кезде Нох, ана Мито деген жігіт бізге қарап тұр, яғни бізге бірдеңе айтқысы келеді дейді. Сосын Мехди, жүр Нох, екеуміз сөйлесіп қайтайық деп Митоның қасына барып жайғасады. Мехди мен Нох Митоның қасына келіп жайғасады. А Мито болса өзінің істерін айта бастады. Біздің атқаратын істеріміз, шаруаларымыз көп. Соны ертең іске асыруымыз керек дейді. Ал Мехди болса, менің ертең баратын жерім бар. Бір маңызды адаммен кездесуім керек дейді. Сен айтқан шаруаларды одан кейін атқарамыз дейді. Нох таңырқап қарап отырады. Мито Мехдиге отбасы мүшелерінің әрқайсымен сөйлесуіміз керек. Енді біз аяғымызды аңдап басуымыз керек. Біздің жауларымыз көбейеді дейді. Ал Мехди болса, мен өз отбасымды өзім қорғай алатын шамам бар дейді. Мито болса, сен бұндай шаруамен ойнама. Бізді енді аңдып жүретіндер көп. Сондықтан абай болуымыз керек дейді. Мехди жарайды деп өз келісім береді. Ары қарай байлыққа кенеліп, образын өзгерткен Мехдидің өмір жолы, шаруалары қалай жүретінін білгіңіз келсе, арнама тіркеліп алыңыз.